Қойшыбек, мүбәрәк, құбыжық. 6 бөлім. Есін жиған келіншек ерні дірдіретіп бірдемелерді айтқандай болды. Бірақ онысын ешкім ести алмады. Манадан бергі арпалыстан дағдарып қалған кемпір қолындағы кесені біреуіне ұстатты да екі-үш жігітті шақырып алып, мықтап тұрып, 4 қасық қағыңдар, деп қасық қағатын жерді адымдап көрсетіп жүр. Ені 3 адым, ұзындығы 5 адым жерді көрсетті де, осыған мықтап тұрып қазық қағып, мықты қайыс арқан алып келіңдер, деп жұмсады. Қазық қағылып, арқан дайын болған кезде есін енді жиып, басын көтеріп, жанындағы мосқал әйелге сүйеніп, әзер тұрған келіншекті қазыққа керіп байлап тастауға бұйырды. Келіншекті айнала үйіріп жүрген манағы кемпір бастаған біраз анам шулап кетті. Өзінің жаны қиналып әзер тұрған адамды байлаған не сәкем-ау. Жынданған шығар, қақпас. Әкесі даңсалы бақсы адам еді, жарықтық. Мұның да бір шалығы бар шығар, бірдемелен беретін шығар. Айтқанын істеңдер, деді бір шал. Ақыры келіншекті шырқыратып жүріп қазыққа керді. Төрт жағынан жеті жерден тастап от жаққызды. Босап кетпесін, көз ілмей бақылап отырыңдар. Таңға дейін аман жетсек, бәріміз де зауалдан құтыламыз, деп кемпір денесін тік ұстап үйге қарай кетті. Байлаулы жатқан келіншектің маңайындағылар: құтырған шығар, қақпас, өлгелі жатқан адам қайтып босай алсын, деп қыржыңдасты. Азген біреулері тіксіне қарап тегіншектеп кетіп бара жатысты. Манағы шәкене қара кемпір келіншектің аузына әкеліп су тамыз. Қарағым-ай, апақ-сапақ уақытта суға несіне бара қалдың? Тартқан бейнетің-ау, босатсаңдаршы, ау балалар көріп тұрып өлтіресіңдер ме? Деп шандап байлаған қайыс арқанды босатпақ болып еді, үйден қолына лаулап жанған оттың жарығымен сабы жалт-жұлт еткен сарала қамшы алып шыға келген кемпірді көріп тосылып қалды. Кемпір байлаулы келіншектің қасына келді де жерді қамшымен сабалай айналап жүр. Кет, пәлекет, кет, әруағыңа басат екем, қолдай көр мына пақырыңды, қолдай көр мына күнәһар пендеңді, құтқара көр. Әлдекімдермен айқасып, ұрысып, әлдекімдерге жалынып, жалбарынып жүр. Терістік жақтан жел тұрып, отты лаулата түсті. Бала-шағалар қаптап, қу бұтақты үсті-үстіне салып жатыр. Тырс-тырс етіп жаңбыр жауа бастады. Жаңбыр сәлден кейін күшейе түсті. Отты өшіріп алмаңдар, үстіне май құйыңдар. Кемпір шырпыр бола қалды. Жұртшылық жан таласып отты өшірмеудің қамына кірісті. Аспан жарқ ете қалды да, құлақ тұндыра күн күркіреді. Кемпір отыра қалып, қолын көкке жайып, көбірлеп, бірдемелерді зарлана оқи жөнелді. Манадан бері сұлық жатқан келіншек шиыршық атып, қазықты солқылдата жұлқиды. Қарағым-ай, қарағым, деп қасына жетіп барған шәкене кемпір келіншектің бетіне қарап қалып, баж ете қалды. Жанарынан қып-қызыл жарық шығып, тістері алмас пышақтай жарқ-жұрқ етіп қайшалысып жатыр екен. Күн күркіреген сәтте жаңбыр төбеден шелектеп төгіп жібергендей болып құйып кетті де, отты бор еткізіп өшіріп тастады да сап тиылды. Аспанды жапқан қара бұлт ілезде ізім қайым жоқ болып, ай топ-толық болып жарқ ете қалды. Қалың жаңбырдан өшіп қалған оттың шаласынан көк бу аралас түтін бұқсиды. Отты жағыңдар, отты! Кемпір өзі талықсып кетті. Ел отты жағу үшін жанталасып, бір-бірін соға-моға қайшалысып жатқанда, ары-бері бұлқынып жатқан келіншек ышқына бір айқайлады да, неше қабат қайыс арқанды бырт-бырт сүзіп орнынан тұрды. Маңайдағы мал үркіп, иттер қыңсылап, адамдар етегіне кірді. Сұмдық, о тәңір ием, өзің шар бола көр, деп жұрт шуласып кетті. Талықсып кеткен кемпір енді төрт аяқтап шеткері қарай қашып бара жатыр. Аппақ көйлегі лай батпаққа былғанып, жағал тартып ағараңдайды. Жұрт бейберекет шулай бастады. Шеткеріде тұрған шамасы 7-8-дегі ұл бала сайды құлдап шауып бара жатқан аттың жалына көз ілестірместей жылдамдықпен жармаса кетті. Сүйретілген шылбырды жинап ала бергенде бір нәрсе жанынан жарқ етіп жанап өте шықты. Аттың жалына жабысып жатып, шұбатылған шылбырды ұстаған оң қолын көтеріп, көз алдына әкелген бала шыңғырып жылап келеді. Оң қолының екі саусағын түбінен бірдеңе қиғаштап кесіп кетіпті. Қан атқақтап тұр. Жалма-жан аттың жалының астына қолын тыға қойып, шырқырап атты тебініп барады. Ат оқтай зулап, сая қосына қарай қараңғылыққа сіңіп көрінбей кетті. Ауылдан одан өзге
тірі жан ешқайда қашып құтыла алмай қалды. Көздері қып-қызыл шоққа айналған келіншек тістерін әлі сақ-сақ еткізіп қайшылап жүр. Көйлегінің етегі жырым-жырым болып жыртылып жүргенде дүр-дүр етіп дыбыс шығып алдымен бұлаққа балды. Еңкейіп бірдеме алғандай болды да қас пен көздің арасында үстіне алажағал бірдеңені жамылды да қолына орақ іспеттес бір нәрсені алып қолын көкке көтерді. Атқан оқтай болып зу ете түсіп әлі еңбектеп қашып бара жатқан кемпірді қуып жетті де кемпірдің жанынан жанай өте шықты. Кемпірдің басы бір жаққа, денесі бір жаққа кетті. Жұрт тағы шу ете қалысып, отыра қалып, қолдарын көкке көтеріп, тәңірлеріне жалбарынды. Келіншек ұйылғысып отырған жұртты жарқ ете қалған сәуле іспетті ары-бері әлденеше рет кесіп өте шықты. Көз алдарында келіншек көрінбей қалды. Тек отырғандардың бір сызық бойымен шетінен тамақтарынан бауыздалып, бір жақтарына қалай құлап жатқанын ғана көрді. Әп сәтте барлығы қанға белшесінен батып, өлі денелері ылғи бір жақтарына қарай қисайып, жусап жатты. Жалғасы бар.